Анафилактикалық шок кезінде алғашқы көмекті қалай көрсетеміз? Ең алдымен өзіміз жоғалтып алмаймыз, барып науқастың артериялық қан қысымын, пульсін, сатурациясын көреміз. Егер науқаста шоктың белгілері байқалса, міндетті түрде жедел жәрдем бригадасын шақырамыз. Егер ол ауруханада болса, реанимационный бригаданы шақырамыз. Олар келгенге дейін біз алғашқы көмекті көрсетіп бастаймыз. Алғашқы көмек неден басталады дейтін болсаңыздар, шок кезінде давление төмендеп кетуіне байланысты веналарды біз таппай қалуымыз мүмкін. Ал соны болдырмау үшін біз перифериялық веналарды катетеризациялап аламыз. Катетеризация жасап болған соң ең алдымен вазоконстрикциялық препараттарды, яғни тамыр тартқыш препараттарды қолданамыз. Ол үшін эпинефрин 0,1% 0,5 мл ерітіндісін сол катетер арқылы жібереміз. Артериялық қан қысымды қарап отырамыз, пульсін қадағалап отырамыз. Одан соң біз науқасқа оттегімен қамтамасыз етуіміз керек. Ол үшін терезелерді ашамыз, не болмаса амбу қапшығымен кислород береміз, трахеян интубация жасаймыз, не болмаса каникотомия жасаймыз. Одан кейін артериялық қан қысымды жоғарылату мақсатында прессорлық аминдерді қолданамыз. Ол үшін допамин 400 мг препаратын 0,9% 500 мл физрастворға ертіп аламыз, не болмаса 5% глюкоза ерітіндісіне, яғни 500 мл 5% глюкоза ерітіндісіне ертіп 8-10 микрограмм на килограмм минутына жылдамдықпен енгіземіз. Содан кейін біз инфузионный терапияға өтеміз. Ол үшін декстрадың орташа мөлшері 35-45 мың дальтон болған препаратын 10 мг на килограмм жібереміз, не болмаса 0,9% физраствор, не болмаса 5% глюкоза ерітіндісін 500 мг капать ететін боламыз. Одан кейін біз гормональный терапия жасауға болады. 200 мг гидрокортизон ерітіндісін бұлшықет ішіне енгіземіз. Жоғарыда айтқандарымның барлығы ол емтиханды тапсыруға жақсы көмектеседі, ал шын өмірде ең алдымен бірінші істеуіміз керек болған бригадан шақырамыз. Санитар болсын, медсестра болсын, медбрат болсын, кез келген адам болсын. Өйткені шок тез болып жатқандықтан біз оған тез көмек көрсетуіміз керек. Біреуі давлениені өлшеп тұрса, екіншісі адреналин салып тұрады, біреуі дексаметазон салып тұрады. Дәл сол сияқты біреуі қадағалап отырады мониторингті. Сол үшін біз ең алдымен бригада, сосын науқастарды зерттеуді, көрсетуді бастаймыз.